Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақта Smiles 3-ші сынып People's Book'тың 4-ші және 5-ші беттерін өтетін боламыз. Ең бірінші тапсырма Animal Types, жануарлардың түрлері. Бірінші жаттығу. Look at the pictures. Which animal is a mammal, a reptile, a bird? Яғни суреттерге қара, қандай жануар сүтқоректі, қандай жануар бауырымен жорғалаушы, қандай жануар құс. Сол сұрақтарға жауап беретін боламыз. 4-ші бетке қарайтын болсақ, бірінші сурет elephant піл, snake жылан, penguin пингвин деп аударылады. Енді бұл суретке қарайтын болсақ, mammal. Бірінші сурет elephant піл. Піл сүтқоректі болғандықтан қалай жауап береміз? Elephant is a mammal animal деп жауап береміз. Екінші суретте snake. Snake жылан. Жылан қандай жануар? Ол reptile, бауырымен жорғалаушы. Оған қалай жауап береміз? Snake is a reptile animal деп жауап береміз. Және де ең соңғы сурет penguin. Penguin ол қандай жануар? Ол құс болып есептелінеді. Демек bird, құс. Қалай жауап береміз? Penguin is a bird animal деп жауап береміз. Екінші тапсырма. Read and name the animal. Тапсырманы оқы және де жануардың атауын тап деп тұр. Ең бірінші сөйлем. I live on land. I eat eggs and small animals. I look for food at night. What am I? Аударамыз. I live on land. Мен аралда өмір сүремін. I eat eggs. Мен жұмыртқа жеймін. And small animals. Және кішкентай жануарларды жеймін. I look for food at night. Мен тамақты түнде іздеймін. What am I? Мен кіммін? I am a snake. Мен жыланмын. Екінші сөйлем. I live on land. Мен аралда өмір сүремін. I eat plants. Мен өсімдіктерді жеймін. What am I? Мен кіммін? I am a elephant. Мен пілмін. I live on land. Мен аралда өмір сүремін. And in water. Және суда өмір сүремін. I eat fish. Мен балық жегенді ұнатамын. What am I? Мен кіммін? I am a penguin. Мен пингвинмін. Екінші тапсырманы аяқтап болдық. Енді үшінші тапсырмаға көшеміз. True or false. True дегеніміз дұрыс жауап. False деген бұрыс жауап. In pairs decide. Топпен жұмыс жасап, бір шешімге келіңдер. Check your answers online or with your teacher. Өздерінің жауаптарыңды интернет арқылы дұрыстаңдар, немесе мұғаліммен бірге талқылап дұрыс жауабын табыңдар, дейді. Тапсырмаға көшейік. A snake's life. Жыланның өмірі. Бірінші тапсырма. Snakes live in Antarctica. Қалай аударылады? Snakes live in Antarctica. Жыландар қайда өмір сүреді? Антарктикада өмір сүреді ме? Жоқ, қате. Жыландар барлық жерде өмір сүреді. Сол себептен бірінші тапсырмаға false, қате деген жауапты берілеміз. Екінші тапсырма. Snakes smell with their tongue. Жыландар өздерінің тілі арқылы иіс сезеді. Дұрыс па? Иә, әрине дұрыс. Сол себептен екінші тапсырма true. Дұрыс деген белгісін белгілейміз. A. Үшінші сөйлем. Snakes sleep with their eyes open. Жыландар көздерін ашып ұйықтайды. True or false? True. Дұрыс. Жыландардың қабақтары болмағандықтан, олар көздерін ашып жұмы алмайды. Сол себептен олар көздерін ашып ұйықтайды. A әріпін белгілейміз. Төртінші сөйлем. Snakes eat only 3 times a year. Жыландар жылына 3 рет қана тамақтанады. True or false? Әрине false. Қате. Неге десеңдер, жыландар жылына 30 рет тамақтану керек.
Бесінші сөйлем. Snakes stop growing when they are 1 year old. Жыландар 1 жасқа толған уақытта өсуін тоқтатады дейді. Ол false. Жыланның жасына қарап, көлеміне қарап, оның жасын анықтауға болады. Сол себептен олар 1 жыл емес, одан да көп уақыт өмір сүріп өсе береді. 5-ші тапсырма false. 3-ші тапсырманы аяқтап болдық. Енді 4-ші тапсырмаға көшетін болсақ, find some facts about one of the other 2 animals, present them to the class. 4-ші тапсырма, find some facts about one of the other 2 animals. 4-ші тапсырмада берілген тапсырма былай дейді. 4-ші беттегі 2 жануардың таңдап, солар туралы ғаламтор желісінен мағлұматты іздеп табасын, және де оны өзінің сыныбыма таныстыр деген тапсырма беріліп тұр. Сабақ пайдалы болса, лайк басып, каналыма тіркеліп, қолдап кетуіңізді өтінемін. Келесі видеомда кездескенше сау болыңыз.